Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мынадай бір керемет хадисі бар. Иза ахаббаллаху абдан истамалаху дейді пайғамбарымыз. Егер Алла пендесін жақсы көрген болса дейді, Алланың махаббатына бөленген болсаңыз, Алла тағала сізге жақсы амалдарды жасауға сізге мүмкіндіктер беріп қояды дейді. Яғни сіздің әдетте жақсы, ізгі, қайырлы істерді жасауыңызға жолдар ашылып тұрса, яғни жасап жүрсеңіз, Алла тағала соған сізге мүмкіндік бергені. Алланың бұндай мүмкіндік беруі сізге, Алланың сізге махаббатының, Алланың сізге деген сүйіспеншілігінің болғаны.